Қадірлі студенттер, құрметті ұстаздар, бүгінгі менің сіздерге оқитын лекциямның аты Лев Николаевич Гумилев және этнология деп аталады. Бұлай аталудың өзіндік қисындары бар. Біріншіден сіздер Лев Николаевич Гумилев атындағы университетте оқисыздар. Ол кісінің кім екенін, қай кезде өмір сүргенін, қандай еңбегі арқылы университеттің атына лайық болғандығын біліп жүрулеріңіз керек. Екінші, Гумилевтің аты аталғанда, ол кісіні этнология ғылымынан бөліп ажыратып елестету мүмкін емес. Сондықтан да лекцияның тақырыбының Гумилев және этнология деп аталуында қисын бар. Үшінші бір қисынды да айта кетуге болады. Ол мен Лев Николаевич Гумилевпен араласқан адаммын. Ол кісімен хат жазысқан адаммын. Лекциясын тыңдап, үйінде болған адаммын. Түркі халықтарының ішінде Лев Николаевич Гумилевтің еңбегін алғаш аударушылардың бірімін. Ол кісінің Куликова шайқасының 600 жылдығына арналған көлемді мақаласын кезінде мен аударып, Жұлдыз дейтін журналымызға бастырған едім. Тіптен бір жағдайда айта кетуге болады. Осыдан 2 жыл, 3 жыл бұрын өмірі өнегелі адамдар сериясымен, орысшасы «Жизнь замечательных людей» деп аталады, Лев Николаевич Гумилев туралы кезекті том жарыққа шықты. Сол кітаптың ішінде осы университеттің екі адамы, бірі Қойшығара Салғараұлы, сіздердің ұстаздарыңыз, екіншісі мен, Совет заманындағы Гумилевтің тәрбиелеген ұлтшыл шәкірттері ретінде атымыз аталады. Әрине, ол заман өзгерді, уақыт өте үлкен төреші, әрбір тарихи жағдайды өзінің орнына кезегімен қойып отырып, соның айғағы Лев Николаевич Гумилевтің өзінің еңбегіне лайықты тарихи орнын алуы, сонымен бірге ел жұрттың жүрегінің төрінде орналасуы. Мұның жарқын айғағы біздің университетіміздің Гумилев атымен аталуы. Енді Лев Николаевич Гумилевтің кішкене өмір жолына, шығармашылығына тоқталып өту қажет. Мынау өмір дегеннің өзі қызықта күрделі ғой. Кейбір адамдар болады, шыр етіп жарық дүниеге келісімен, не ішем, не кием демейді. Ішкені алдында, ішпегені артында, не істесе де жолы болады. Елдің әлпешімен қолпашына бөленеді. Тындырған істері сондай қомақты болмаса да, түймедейді түйедей етіп көрсетуге өте шебер болады. Оның мұндай қылық қасиетін тағдыр шіркінде қолдағандай жағдай болып жатады. Ал енді бір адамдар болады, дарыны тасқын, жүрегі таза, ойы биік, кісілігі зор, алдына қойған мақсаты қарақан басының қамы емес, елдің қамы, қала берді адамзаттың мүддесі. Осылай болып келеді, бірақ мұндай адамдар көп жағдайда өмірдің неше түрлі қиындығына ұшырайды. Оның ақылы азапқа, дарыны дозаққа айналып жатады. Міне осындай тұлғалардың бірі маған Лев Николаевич Гумилев болып көрінеді. Бұл кісінің туған жылы 1912 жыл, тура 80 жасында 1992 жылы қайтыс болды. Яғни 1912 жылда елестете аласыздар. Бұл ұлы төңкеріс, Қазан төңкерісінің алдындағы кезең. Демек, Лев Николаевич Гумилевтің өмірі ел өміріндегі сол кезде КСРО деп аталатын, яғни СССР деп аталатын, алып империяның өміріндегі саяси әлеуметтік аласапыран сүргін кезең еді. Лев Николаевич осы
сүргіннің тәлкегіне ұшыраған, тағдыры ойыншыққа айналған, өмірдің азабы мен тозағын бастан кешкен тарихи тұлға. Ол 3 рет сотталып, 13 жыл түрменің қапасында отырып, содан ең соңғы ақталуында өзінің туған қаласы Ленинградқа, қазіргі Санкт-Петербург қаласына келгенде, бұл кісінің жасы 44 деді. Марқұм айтып отыратын әзілшіні аралас. Мен 3 рет сотталдым. Бірінші рет 35 жылы өзімнің албырттығымнан сотталдым. Екінші рет 38 жылы әкем үшін сотталдым. Үшінші рет 48 жылы шешем үшін сотталдым дейді. Бұны қалай түсінуге болады? Бұл кісінің әке шешесі орыстың ұлы ақындары Николай Гумилев пен Анна Ахматова болады. Николай Гумилев өзінің контрреволюциялық әрекеттері үшін 20 жылдары атылып кетті. Ал Анна Ахматова болса 48 жылы КСРО-ның инквизиторы атанған әйгілі қанқұйлы идеолог Ждановтың баяндамасына үлкен сынмен ілігіп, содан кейін Анна Ахматова баспасөз бетінде жариялану құқығынан айырылған. Сіздер әрине артта қалған Кеңестер одағының идеологиясын, оның өте кісәпір қасиеттерін кітап арқылы ғана білесіздер. Біз оны көзімізбен көрдік. Ол әкесі мен шешесі үшін баласын күйдіретін қоғам еді. Сондай әке мен шеше үшін отқа түскен адамның бірі Лев Николаевич Гумилев. Осы қорлық пен зорлықтың неше түрін түрмеде көрген, айтып отырса адамның сай-сүйегі сырқырайды. Бұл мына Москва мен Ленинградтағы Лефортов түрмесі деген болған, сосын келесі бір түрме Крес түрмесі деп аталған. Бұл түрмеге тек ату жазасына кесілген адамдар қамалатын болған. Лев Николаевич Гумилев алдымен осы түрмелерге 3 рет сотталғанда да алдымен осы түрмелерге қамалып отырған. Содан тағдырдың жазуы болар. Мүмкін тағдыр деген бар болса, шын болса, оң қабағымен қарағандығы болар. Өлім жазасы кешіріліп, бұл кісіні сол кездегі ең ауыр лагерлерге айдап отырған. Бұл кісі Беломор-каналда, Норильскіде, Қарағандының түрмелерінде болды. Кімнің әлгі архипелаг ГУЛАГтың авторы кім еді? Солженициннің архипелаг ГУЛАГы осы Қарағандыдан Жезқазғанға дейінгі аралықта әрбір 15 шақырым сайын бір лагерь болып отырған. Мұнда миллионға тарта, кейде миллионнан астам дегенде дерек бар, адамдар қамауда отырған. Сол қамалғандардың ішінде марқұм Лев Николаевич Гумилев та болды. Бұл кісі осы айдауда қорлық зомбылықта жүріп, өмірге құштарлығы, ғылымға құштарлығы, алдына қойған мақсатты орындауға деген табандылығы өте біраз шаруалар тындырды. Мысалы үшін, ол 46 жылы Ленинград университетін бітірді. Жай ғана бітірген жоқ. Бұл университетті бітіргенде ол француз, неміс тілін, байырғы латын тілін жап-жақсы игеріп шықты. Сонымен бірге байырғы түркі тілін біліп шықты. Осы тілді білуі, әсіресе түркі тіліне ден қоюы, бұны түркі әлемі, әрісі ұлы даладағы көшпелілер әлемі, берісі осы 20 ғасырда соңғы нүктесін қойған Қазақстан өңіріндегі байырғы тарихты тереңдетіп зерттеуге мүмкіндік берді. Бұл кісінің ұстаздары университет қабырғасында оқып жүргенде
әйгілі Струвен, Тарле, Малов, Артамонов, Руденко деген сияқты тарих ғылымының өте ірі тұлғалары бұл кісіге сабақ берді. Тіптен Руденкоға ілесіп, бұл Украинадағы, Алтайдағы үлкен археологиялық қазба жұмыстарына қатысты. Сіздер бәлкім естіген шығарсыздар, я болмаса алдағы уақытта оқып білесіздер. Алтайда байырғы скиф оң заманының Тазырық қорғаны дейтін қорғанды Руденко ашып, әлемдік археологияда үлкен сенсациялық жаңалық ретінде енген. Осы қазба жұмысына Лев Николаевич Гумилев та қатысады. Әрине, мұндай сәттілік кез келген ғылымға, тарихқа ден қойған адам үшін өмірдің олжасы сияқты болатыны белгілі. Ең соңғы 1956 жылы 44 жасында өзінің каторгалық эпопеясын аяқтап, Ленинградқа келгеннен кейін, Ленинградта Эрмитаж деген үлкен мәдени орталық бар. Сонда қарапайым кітапханашы болып жұмысқа тұрады. Осында жүріп, 1967 жылы байырғы түркілердің әлеуметтік, қоғамдық, тарихи ахуалы туралы тақырыпта докторлық диссертация қорғайды. Бұл диссертациясы 67 жылы байырғы түркілер деген атпен жарық көрді. Менің әлі есімде 67 жылы біз Казгудың студент едік. Бұл кітаптың шыққанын естісімен-ақ біз ұйқыдан қалдық. Қалай қолымыз жетеді? Өйткені біз түркінің ұрпағы екеніміз, нәсіліміз түркі жұртынан екенін университет қабырғасында біршама көзіміз жетіп, көңіліміз орнығып, енді осы байырғы ата-бабаларымыз, олар жасаған құндылықтар, олар ғұмыр кешкен заманның ахуалы туралы білгіміз келіп сусап жүретінбіз. Сол кезде байырғы түркілер біздің қолымызға тиді. Есімде жоқ кімнің ақ келгенін Казгуға келді. Соны таласып оқығанымыз есімізде. Сонда мені қайран қалдырған жағдай, біріншіден бұл кісінің соншалықты эрудициясы, білімінің тереңдігі. Бүкіл жұмыр жерді алақанында ұстап отырғандай, бір сәтте осыдан 1000-2000 жыл бұрынғы кезеңді сөз етсе, жер бетінің кез келген елінде дәл сол кезде не болғанын өзінің еңбектерінде типологиялық салғастырулар арқылы үйіріп айтып, өзінің ғылыми логикасын тастай қылып орнықтырып отыратыны мені сол кезде айрықша қайран қалдырды. Одан кейін мені таң қалдырғаны, біз Лев Николаевич Гумилевқа дейін оқыған ғылыми еңбектеріміз өте қасаң болады. Оны сол кезде өзінше ғылыми стиль деп ақтайды. Ғылыми стиль ең бір ауыр, оқуға ауыр, тек қана идеясы үшін оқисың. Тіпті кейбір ғалымдардың стилі өте қарабайыр болып келетін. Ал Лев Николаевич Гумилевтің жазбаларын оқығанда, оны тура бір роман оқығандай, өте бір ғашықтық, махаббат туралы повесть оқығандай бас ала алмай оқимыз. Өйткені керемет шиырлық құрылған сөйлемдер, адамды таң қалдыратын теңеулер, әсіресе терең білім білігінің арқасында мысалға келтіретін ғажайып қазық фактілер. Бәрінен де кереметі, бұрын артта қалған жабайы деп келген көшпелілер берісі, түркі әлемі туралы керемет асқақ мысалдар, керемет тәңір тектес қимылдар, ғажайып батырлардың ерлігі, уәдеге беріктігі, махаббатқа адалдығы түркілердің, кісі сыйлағыштығы, қонақжайлығы, сонымен бірге адамзат өркениетінде ешкімге ұқсамайтын ғажайып мәдениет тудырғандығын осы Лев Николаевич Гумилевтен оқығанда біздің жүрегімізді ғажайып мақтаныш сезімі билейді. Біз осы өркениетті шіркінай әрі қарай қаузай түссек, сөйтіп әлемге танытсақ, сонсын жасып, әбден еңсесі түсіп қалған халқымыздың рухын көтерсек деген құлшынысқа бөліндік.
Міне Лев Николаевич Гумилевтің еңбегінің осындай құдіретіне біз сол кезде куә болдық. 1967 жылы Ленинград университетінің ішінен география ғылыми зерттеу институты ашылады. Ол кезде Ленинград университетінің ректоры Александров дейтін ғалымдың. Менің әлі есімде Александров СССР ғылым академиясын ұмытпасам жасы 80-нен асқанша басқарды. Өте ғұлама, шын ғылым үшін жаралған тарихи тұлға болатын. Сол Лев Николаевич Гумилевтің докторлық диссертациясын оқыған болу керек. Сол жаңағы география ғылыми зерттеу орталығына лекция оқуға шақырады. Кітапханада жүрген Лев Николаевич осылайша өзінің ұстаздық қызметін бастайды. Осы ғылыми орталықта Лев Николаевич Гумилев 20 жыл бойы ұлттар